Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Алтын шебер каналымызда көргенімізге сіздерді өте қуаныштымыз. Бүгінгі біз видеода қысқа шашты қиюды үйрететін боламыз. Қалай бастаймыз? Шашты жақсылап сулайсыздар, тарайсыздар. Сосын арқасындағы шаштарды екі бөлікке бөліп аласыздар. Мынандай удочкалармен қыстырып қоясыздар. Сосын астындағы шашты 1 сантиметрден қалдырып қырқып отырамыз. Міне дәл осылай тарақпен көтеріп алып бір қырқасыздар, және де шаштың астындағы артық шаштар болып жатса, сол шаштарды алып тастайсыздар. Шашты жақсылап түзулеп қиясыздар, екі жағын бірдей етіп. Қайта тексеріп қарап қиып шығасыздар. Сосын келесі жоғарғы жақтан бір қатардан 1 сантиметрден шаштар түсіріп қиып отырамыз. Клиенттің қалауы бойынша ұзындықта қиып отырамыз шаштарды. Осылай өздеріңізге тартып, астыңғы қиылған шаштармен қолымыздағы шашты екеуін теңестіріп қиып отырамыз. Барлық шаштарды, орайдағы шаштарды осы бастапқы қиылған шашқа түзулеп қиып отырасыздар. Міне орай жақтағы шаштарды да бір қатардан астыңғы қиылған шаштарға теңестіріп қиып отырасыздар. Екі жағынан да, оң жағынан да, сол жағынан да артқы бөліктегі шаштарды астындағы қиылған шаштарға теңестіріп қиып отырамыз. Сонымен орай жақтағы шаштарды да түсіреміз, жақсылап суланып, бір қатардан алып, астындағы шаштарға түзулеп қиясыздар. Енді міне көріп тұрғандарыңыздай, сол жағынан бастап оң жаққа қарап, осылай тартып видеодағыдай қиясыздар. Астыңғы шаш пен жоғарыдағы шаштың ұзындығы бірдей болуы тиіс. Яғни артық шашты алып отырамыз. Оң жағынан сол жаққа қарай, сол жақтан оң жаққа қарап, бір тексеріп қиып шығыңыздар. Орай шаш пен астыңғы қиылған шаштар бірдей болуы тиіс. Енді құлақтың алдын қалай қиямыз? Соны жақсылап көріп алыңыздар. Суланған шашты алып, астындағы шашты тарап 1 сантиметрден қиып отырасыздар. Видеодағыдай қию керек. Сізде міндетті түрде қайшы тарақ және де мынау шаш қыстырғыштар қолдарыңызда болуы керек. Құлақтың алдынан да, артынан да бір қатардан түсіріп қиып отырамыз. Тарақты құлақтың ұшына қойып, сәл қиғаштау ұстап аласыздар да, шаш тарақта тұруы тиіс. Сол тарақты бір айналдырып, сосын тарақтағы шаштарды қайшымен қиып аласыздар. Артқы шаштарды қиылған алдындағы шашқа туралап қиясыздар. Клиенттің қалауы бойынша құлақты полный ашу керек болса, құлақты түгелімен ашып шығасыздар. Егер құлақ жартылай ашылуы тиіс болса, то жартылай шашты қиып шығасыздар. Яғни жартылай ұзындықта қиып шығасыздар. Міне бізде шаш жартылай ұзындықта ашылады, яғни құлақтың жартысынан қиылады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өздеріңізге тартып тұрып қиясыздар шашты.
тіп-тіке болмауы керек. Құлақтың алды ойық сияқты болып шығу керек. Алдыңғы шашты да, артқы шашты да қолдарыңызға былай тартып алып, шашты дөңгелетіп, ойық сияқты қылып қиып шығасыздар. Келесі қадам, жоғарыдағы қалған шаштарды алдында біздің қиылған шаш, яғни құлақтың жанындағы қиылған шаштарға туралап қиып отырасыздар. Видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай шашты қиясыздар. Тым қысқа қылып та жібермейсіздер. Укладка жасаған кезде қысқа болып қалған шаштарыңыз дұрыс жатпай қалады, укладкаңыз әдемі шықпай қалады. Жартылай ұзындықта құлақты ашып қидық. Енді оң жақ құлақты қиямыз. Оң жақ құлақтың алдындағы шаштарды қиып шығамыз. Ең астыңғы этаптан бастайсыздар, жақсылап тарап аласыздар, сулап ең астындағы шашты қиямыз. Бір-бір қатардан құлақтың алдынан да, құлақтың артынан да түсіресіздер де жартылай ашып қиясыздар шашты. Құлақтың тең жартысынан келіп тұруы керек ұзындық. Тарақпен қайшыда қолыңызда тұруы керек. Тарақпен шашты тарап алып, сосын қайшымен қиып отырасыздар. Құлақты жартылай ашамыз. Құлақтың алдында, артында ойық етіп, жартылай құлақты ашып аламыз. Келесі қадам, келесі бір-бір қатардан түсіріп, астындағы қиылған ең алғашқы шашқа түсірілген екінші қатардағы шаштарды тегістеп, туралап, ойық ретінде қылып, жартылай ашып құлақты қиып шығамыз. Артқы жақтағы құлақтың шашында қиып шығамыз. Жоғарғы жақтағы шаштарды да түсіріп, орта және астыңғы шашындағы қиылған шаштарға тегістеп, туралап қиып отырамыз. Жоғарғы шаштарды қатты қысқа қылып қиып жібермейсіздер. Алдындағы қиылған шашымызға тегіс болу керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай құлақ жартылай ашылып қиылған. Енді барлық шаштарды артқа қарап тарап аласыздар видеодағыдай. Сонымен ұзындықты клиенттен сұрап алып, сол ұзындық бойынша алдынан бастап орайға дейін қиып шығасыздар. Орай мен алдыңғы шаштың ұзындығы бірдей болуы тиіс. Міне видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай қиып шығасыздар. Ұзындықты клиенттен сұрап аласыздар. Ең алдымен ортасындағы шаштарды, сосын сол жағындағы шаштарды ортадағы шаштарға түзулеп қиямыз. Орай жаққа дейін тартып алып барып қиып өтесіздер. Шетімен орайға дейінгі шаштар, яғни ортадағы шаштар бірдей болуы тиіс. Бұрыш шығып тұрған шаштарды алып тастайсыздар. Енді оң жағындағы шаштарды ортадағы қиылған шаштарға тегістеп, туралап қиып шығамыз. Ортада бұрыш болып қалып қалған шаштарды, қолымызда, соларды алып тастап отырамыз. Оңынан да, сол жағынан да қиып аламыз. Жақсылап тексеріп шығасыздар. Сосын барлық шашты беттің алдына әкеп тарайсыздар, яғни алдына қарай тарап шығасыздар. Бұл не үшін? Біз алдыңғы шашты дөңес етіп қиып шығамыз, яғни овальный қылып қиып шығамыз шаштарды. Жақсылап сулап алыңыздар. Егер шаш бұйра болып жатса, сулап, жақсылап тегістеп алыңыздар. Сосын барып клиенттің қалауы бойынша челкасын сұрайсыздар және де ұзындығын сұрап қиып бересіздер. Міне ең алдымен кекілін қиясыздар.
кекілін қиып болғаннан кейін құлақтың алдындағы шаштарды сол кекілдегі шаштарға тегістеп туралап қиып шығамыз. Қайшыны өте мұқият ұстаңыздар, көзге тигізіп алмаңыздар. Және тарақпен бетті қатты тарауға да болмайды. Көріп тұрғандарыңыздай, кекілдегі шашқа құлақтың алдындағы шаштарды осылай қайшымен қиып аламыз. Қайта-қайта тараңыздар, шаштың арасындағы алынбай қалған шаштарды болуы мүмкін. Сол себептен 2 рет бір қиып шығыңыздар. Контроль міндетті түрде болу керек. Тексеріп отырасыздар. Оң жағындағы шаштарды, құлақтың сол жағындағы шаштарды кекілге тегістеп қиясыздар. Енді шаштың ұштарын ғана жұқартып шығамыз. Егер шаш қалың болып жатса, онда клиенттің қалауы бойынша көптеу жұқартасыздар, филировка тарағымен. Егер клиенттің шашы жұқа болып жатса, тек шаштың ұшын ғана жұқартамыз. Алдында, артында, орай жақтарында клиенттің қалауы бойынша жұқартасыздар. Егер шашты жұқартпайтын болсаңыздар, әрине клиенттің қалауы бойынша олай да болады. Егер көбіне қалың шаштарды жұқартпасаңыздар, укладкаларыңыз әдемі көрінбей қалады. Сол себептен де жұқартуға кеңес беремін.